Қоспаға есеп. Онда 4 грамм темір және магний металдарының қоспасын тұз қышқылмен әрекеттестіргенде 672 литр сутек бөлінген қоспадағы металдардың массалық үлесі. Бірінші темір. Темірді тұз қышқылмен әрекеттестірер болсақ, яғни хлор сутекпен темірдің эквиваленті хлориді және сутек газы бөлінеді. Алдына 2 қоямыз хлор сутекті теңестіру үшін. Магнийді тұз қышқылмен әрекеттестірген кезде магнийдің хлориді және сутек газы бөлінеді. Алдына 2 қоямыз. Енді жалпы бөлінген сутек газының көлемі 672 литр. Яғни қай реакциядан қанша бөлінгені бізге белгісіз. Так, темірден бөлінген сутектің көлемін біз зат мөлшерін тауып алайық. Бір зат мөлшерін X деп, магнийдікін Y деп белгілейміз. Осы жерде зат мөлшерін тауып алатын болсақ, жалпы сутектің зат мөлшері екі реакцияны қосқан кездегі 672-ні 22-де 4-ке бөлген кезде, яғни қалыпты жағдайдағы көлемге бізде 0,3 моль шығу керек. 0,3 моль. Бұл екі реакцияны қосқандағы, яғни X пен Y-ті қосқан кезде сутегінің зат мөлшері 0,3 моль болады. Енді 10,4 грамм темір және магний металдардың қоспасы. Екі металды қосқан кезде массаларын бізде 14 грамм шығады. Жеке-жеке массаларын анықтап алу қажет. Ол үшін магнийдің массасын анықтау үшін бізде оның молярлық массасы 24. Зат мөлшерін біз мына реакцияда сутекті Y деп алғандықтан зат мөлшерін оның Y деп аламыз. Яғни зат мөлшеріне көбейтеміз, ол 24 Y болады. Ал темірдікін анықтайтын болсақ, оның молярлық массасы 56, зат мөлшеріне көбейтер болсақ, 56 X. Мынау X, мынау Y тоже. Енді осы жерде біз жүйе құрамыз қоспа есебінде. 56 X бұл бізде темірдің массасы 56 X қосылған 24 Y бұл магнийдің массасы, жалпы массасы қаншаға тең? Онда 4 граммға тең. X 2X. X пен Y-тің қосындысы зат мөлшерлерінің қанша? 0,3 моль. Яғни мына жердегі X, мына жердегі Y барлығы бірге тең болады. Екі X-тар, Y-тердің мәндері тең. Себебі бұл зат мөлшері. Енді осы жерден X-ті тауып алатын болсақ, 0,3-тен Y-ті алып тастаймыз. Осы X-дің орнына 56, X-дің орнына 0,3 минус Y жазамыз. Себебі бізде X 0,3 минус Y-ке тең. Қосылған 24 Y тең, онда 4. Осы жерден жүйені шешеміз. 56-ны 0,3-ке көбейтетін теңдеу шешеміз. 16-да 8 грамм. Азайту минус 56 Y қосылған 24 Y тең, онда 4. Осы жерде 56 Y, 24 Y. 56-тан 24-ті алған кезде 32 Y. 16-да, так, сразу жазайық. Мына жақта минус 32 Y. Минус 16-тан, минус 56-тан 56-ға 24-ті қосқан кезде бізде минус 32 Y шығады. Минус 32 Y. Мына жақта онда 4-тен 16-та 8-ді алып тастасақ, немесе керісінше сразу плюспен де жазуға болады. Мына жақта минус 6-да 4. Y-ті табу үшін минус 6-да 4-ті бөлеміз минус 32-ге. Бөлінген минус 32. 0,2 моль. Яғни Y бізде 0,2-ке тең, ал X қанша? Сонда 0,3-тен. Екеуін қосқанда 0,3 еді, 0,2-ні алып тастасақ 0,1 моль. Енді зат мөлшерлері белгілі, біз массаларын тауып аламыз. Темірдің массасы сонда 56 көбейтілген 56X, X-іміз 0,1. Сонда 5,6 граммға тең. Магнийдің массасы 24 Y, Y 0,2-ке тең.
сонда 4,8. 56-ға, так, 5,6-ға 4,8 қосқан кезде, онда 4, екеуін қосқан кезде, онда 4 грамм шығады. Енді масса үлестерін анықтау қажет. Темірдікін анықтау үшін 5,6-ны бөлеміз онда 4-ке, көбейтеміз. Так, 100%-ға. Бөлінген онда 4, көбейтеміз 100-ге. Жуықтаған кезде 53-те 85% шығады. Магнийдің масса үлесін табу үшін 100-ден 6 тастасақ болады, 53-те 85 немесе жеке есептейтін болсақ, так, 4-те 8-ді бөлеміз онда 4-ке. Көбейтеміз 100%-ға. Бөлінген онда 4, көбейту 100%. 46-да 15% шығады. Так. Яғни темірдің бастапқы қоспадағы металдардың масса үлесі, темірдің масса үлесі 53-те 85%, яғни онда 4-тің 5,6-сы темірге тиесілі, ал 46-та 15% магний, 100%-ын сонда 4-тің 4,8 граммы магнийге тиесілі. Осындай қоспаның есебі. Түсініксіз болса, комментарийға жазамыз.